Шаһарымызда халықаралық театр фестивалі басталды. Мұнда отандық, сондай-ақ Армения, Украина, Ресей мен Өзбекстан елдерінен келген шығармашылық ұжымдар өнер көрсетпек. Ал көрермендер назарына 7 сахналық қойылым ұсынылады деп жоспарланып отыр. Фестиваль шымылдығы елордалық жастар театрының «Жер мен көктің арасы» атты қойылымымен түрілді. Пьесада бірнеше тақырыптар қозғалады. Солардың ең негізгісі үміт отын өшірмеу. Аталған спектакльдің қоюшы режиссері Дәурен Серғазин. Біз бұл спектакльді Астана қаласында жыл сайын ұйымдастыратын сахнадан сәлем атты театрлар фестивалінде де ұсынған болатынбыз. Ол жерде де фестиваль жаңағы көрсетілім ретінде өтетін. Сол кезде де біздің шетелдік және өзіміздің отандық сыншылардың тарапынан өте жоғарғы мәртебеге, бағаға ие болған спектакль. Сондықтан да біз бұны қазіргі таңда Алматы қаласына келіп ұсынуды жөн көрдік. Бұл театр және кино өнерімен өзін қалың жұртшылыққа танытып үлгерген жас актер Дәурен Серғазиннің алғашқы төл туындысы. Ол Марк Левидің «Жер мен көктің арасы» мелодрамасын сахналауға 2 жыл дайындалыпты. Жаста болса талай белестерді бағындырып үлгерген шығармашылық ұжымның спектаклі жұрттың көңілінен шықты. Шаһарымызда тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған фестивальде еліміздің намысын 2 театр ұжымы қорғамақ. Сонымен қатар мұнда Армения, Украина, Ресей мен Өзбекстаннан келген өнерпаздар қатысуда. Шара барысында қала тұрғындары үздік 7 қойылымды тамашалайтын болады. Көріністерді Мұхтар Әуезов пен Лермонтов атындағы академиялық драма театрынан көре аласыздар. Фестиваль конкурстық жүйеде ұйымдастырылған. Оған ТМД елдерінен келген арнайы қазылар алқасы шақырылды. Тут много критериев. Бізде әртістерге қойылатын талаптар көп. Дегенмен мұнда ең бастысы академиялық өнердегі дәстүрлі ережелерді өзгертіп, жаңашылдық енгізу, яғни өнерсүйер қауымды тың қойылымдармен таң қалдыру. Үздік қойылым көрсеткен шығармашылық ұжымға 1 миллион теңге қарастырылған. 7 бірдей театр тарландары бақ сынасатын сахналық бәсеке қарашаның 29-на дейін жалғасады. Перизат Көмекбайқызы, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.